Қадірлі тамаша көйлер, ол һәм қызларым. Міне бүгін сізлер менен дидар несіп етіп интернет арқылы дидарласып отырмыз. Қызым, бүгін аталар сөзі арқылы қандай уақияны ұсынамыз? Бүгін біз дәрті ішіне сыймай жүрген қыз туралы айтамыз. Солай екен балаларым. Экран алдына жақынласып алың. Гүлфия жасылайынан ақ көкірек, әр нәрсеге сеніп қалушы қарапайым қыз болып өсті. Оқуға кіргенін есіткен ол, ауылдан қалаға қарай жолға шықты. Арадан көп өтпей оқу менен бірге жұмыста істеледі. Күнлердің бір күнінде қызға бір жігіт ғайбаны ашық болды. Қызда оны ұнататұғын еді. Мұхаббат бағындағы сайраған бүлбүл едің, сол бағдағы қызыл гүлден сайлағаным сен едің. Екеуінің мұхаббат тарихы басланып, күнлерін бірге өткерді. Сайрайын бүлбүл болып, жаным қапа кеуліңе, сағынарсан қосығым тыңлап, қапа болмас сүйген ярыңа, бара алмадым қасыңа, бара алмадым. Бір күні Қияспай қызға қоңырау етіп, шұғыл келуін өтініш етті. Келдің ба жаным? Саған айтатұғын зәрүр гәпім бар. Айт, не болып қалды, аманлық па? Маған 800 мың қарызға ақша беріп тұр. 1-2 күннен қайтараман. Кеше емес пе 400 мың алғаның, саған не болды? Қайтараман оны да. Бере бер. Яқшы ма ал? Солай етіп жігіт қыздан күнделіклі ақша сұрайтұғын әдетті шығарды. Ақ көкірек қызда сезімнің жетегіне еріп, жігіттен ақшасын аямады. Бір күні күтілмеген уақия жүз берді. Жігітпенен қыз ұшырасу вақтында осындай жағдай болды. Маған 20 миллион әтрапында ақша керек. Мен оны қайерден табаман? Оның жолы аңсат. Телефон арқалы микро қарыз аласаң, ал мен оны төлеп тұраман. Бірақ қыз бұған көнбеді. Дегенменен жігіт қызды көндірмекші болды. Жаным, бұл ақша екеуміздің келешегіміз үшін. Яқшы, мейлі онда. Қыз жігіт үшін өзінің атына кредит алып берді. Арадан күнлер өтіп, қыз жігітке қоңырау етті. Телефонды неге көтермей атыр екен, ай? Қияспайға не болған екен? Күнлердің бір күнінде қыз Қияспайды басқа қызбенен көріп қалды. Солай етіп қыз ақыр бетінде алданғанын енді түсінді. Кейде ойланбай шешім қабылдау адамның баслы жауына айланады. Жеті өлшеп бір кес деп бекар айтпаған дана халқымыз. Аталар сөзі ұнаса, лайк басып комментарий жазың. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз біз үшін қадірлі.